Сәлем достар. Бүгін біз осындай классикалық шалбардың балағын қиып, оны тесмамен өңдеп үйренеміз. Ол үшін алдымен баланың балағын өлшеп, сызғаннан кейін 4 сантиметр қалдырамыз. Қолымдағы 3,5 сантиметр сызғыш 4 сантиметр өлшейміз да, екі жағынан белгілеп, қиып аламыз. Содан кейін қиғаннан кейін шеті ашылып кетуі мүмкін. Екі тігістің қосылған жері, соны бекітіп аламыз. Төрт жағында бекітіп аламыз. Содан кейін барып оверлок машинге көшеміз. Ол үшін осындай паутинка бар, 2,5 сантиметрлік. Соны аламыз да, манағы қиылған шалбардың ішкі жағына, астыңғы жағына сала отырып, оверлоктап шығамыз. Міне астына қойып аламыз. Астына қойып, түзулеп, сосын барып оверлоктаймыз. Табанын көтеріп, тіке қылып қадағалап отырамыз. Менде оверлоктың қайшысы істеліп тұр. Артық жіптерді қиып отыратын. Сөйтіп айналдырып, оверлоктап шығамыз. Екі балағында солай істейміз. Астына паутинка салып, оверлоктап шығамыз. Паутинка болмаса, бұлай да бүгуге болады. Немесе косая пейкамен бүгіп тігіп тастауға болады. Ең шетіне келдік. Оверлоктың жібі бар, басында ауыстырған, соны қиып тастаймыз. Сосын түбіне дейін оверлоктаймыз. Паутинканы да қиып отырамыз. Осылай болып шығады. Осылай шетін, оверлоктың шетін осылай екі жібін байлап бекітіп тастаймыз. Менің оверлогым 3 жіпті оверлок. Содан кейін манағы белгілеген жерге 4 сантиметр деп айттым ғой. Соған осындай базарда тесма сатылады, классикалық шалбарға арналған. Осындай, осының қалың жағын
шалбардың белгіленген жеріне қойып тігеміз. Айналдырып тігіп шығамыз. Міне. Кәдімгі қол машинамен тігеміз. Қол машинаның астыңғысын зат салатын жағын алып тастасақ болады, ыңғайлы болады. Екі тігісті қосылған жерінде ашылу үдіктеледі, сол жағын қарап отырамыз. Ашылып жатуы тиіс, ол жақта астынан. Әйтпесе қалың болып кетеді. Осылай борымен сызылған жолдың бойымен осылай тесманы жүргізіп шығамыз. Соңында осылай қиямыз. Сосын бүгеміз да. Бүгеміз екінші жағынан айналдырып тігеміз. Басында қиын болып көрінгенмен, бұл өте оңай үй жағдайында істеуге. Мен көбіне цехта істеймін осылай. Ол жақта промышленный машина бар. Мен үйдегі бытовой машинкамен істеп жатырмын. Осылай екінші жағында тесманы бекітіп, айналдыра жүргізіп шығамыз. Тігіс пен тігістің қосылған жерін екі жаққа ашып тұрғанын қараймыз, қадағалап отырамыз астыңғы жақтан. Артық жіптерін қиып отырамыз. Бітірдік. Тесманы ішке қарай кішкене 0,1, 0,02 шығып тұратындай етіп үтіктеп аламыз. Шалбар киіп қалмау үшін шалбардың бетіне орамал немесе мата қоямыз. Марлевка қойған жақсы.